Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сендермен мазмұндама жазамыз. Бүгінгі мазмұндаманың тақырыбы Нұрғиса, яғни атақты күйші Нұрғиса Тілендиев туралы болмақ. Мазмұндама жазу үшін балалар мәтінді жақсылап мұқият тыңдап, одан кейін сол мәтіннен түсінгендеріңді рет-ретімен жазатын боласыңдар. Әрине, мазмұндамаға жоспар құрамыз. Сол жоспар бойынша мазмұндаманы жазып шығатын боласыңдар. Олай болса, жазуды бастайық. Нұрғиса. Ол өнерге ерте келген. 5 жасынан бастап Нұрғиса домбыра тартты. Мұқан Төлебаев, Ахмет Жұбановтан сабақ алды. Отырар сазы оркестрін құрды. Оған жетекші болды. Дүниенің 4 бұрышын аралады. Қазақ деген халықты, оның өнерін әлемге танытты. Нұрғисаның әндері, күйлері біздің байлығымыз. Ол Ұлы Отан соғысына қатысқан. 3 рет жараланып, аман есен еліне оралды. Қолына домбырасын қайта алды. Композиторға халық қаһарманы атағы берілді. Ол кісінің өлмес өнері мәңгіге мұра боп қалды. Міне балалар, біздің мәтініміз осындай. Енді осы мәтінді кемі 3 рет тыңдап, өздеріңнің түсінгендерің бойынша мазмұндаманы жазып шығамыз.